Сәлем. Сәлем бердік. Мінекей ирандық плато. Үзіндіден көрсеңіздер, Иранның бүкіл аумағы ирандық таулықта орналасқан, яғни ирандық плато. Бүкіл ел тұрған тау. Сіздің атыңыз кім? Мұса деген ағам. Сіз бірақ өзіңіз түркменсіз ба, ирансыз ба? Түркменсіз ба? Біз қалайық сапардан кішкене бөлініп жатырмыз, байқасаңыздар мен карта. Біз Горган деген қазақтардың тұратын қаласы бар Иранда. Біз сол қалаға бара жатырмыз. Мұса иншалла жетерміз, көрерміз, бәлкім кездесер. Бірақ мінекей түркмен ағам мен алып кетті. Рахмет аға. Сау. Қалай? Түркмендер де бар Горганда? Түркменистанда ма? Бендер түркмен. Бендер түркмен деген Хазар теңізінің қасында ма? Яқшы. Бірақ Иранның қазақтардың көпшілігі сол Горганда тұрады. Анладым. Мінекей жаңбыр жауады. Кеше мен ғаламаттан ауадан жаңбыр сұрағам. Ауа құрғақ болған соң енді қараңыздар. Міне бәлкім өкіну мүмкінмін, бірақ негізі жақсы жаңбыр бар ғой. Мына жаңбыр деген салқын емес. Мына жаңбыр жылы, керемет. Осындай қызық ойын-сауық тәсілі бар. Менің жолаушыларым да жүргізушілерім. Турист. Достарына шалып мені көрсетеді. Бәрі қаптап жатыр. Каспий теңізінде ормандары бар екен, білдіңдер ма? Қараңдар. Аң бәрі Каспийдің аралас ормандары. Ал қалайық біз Горган қаласына келдік. Иранның қазақтарының қаласы. Опамнан қараңдар. Пальмалар. Әдемі. Каспийдің пальмалары ғой негізі. Былай қарасаң. Каспийдің ормандары бар, Каспийдің пальмалары бар. Өте қызық көрініс екен. Пальмалар үстінде және мешіт тұр. Мына же кәдімгі Флорида ұқсайды екен заправка. Плюс түн, плюс пальмалар. Флешбектер сұрағын Флорида тұрған кездердің. Hey, what's up, buddy? Where are you tied up? Не сен байлап тастаған? Қалайық мынандай айран жалбызбен. Сағыздың дәм айран. Мен байқағаным, Горганға келгелі маған адамдар азырақ қарайды, кәдімгідей азырақ қарайды. Андай үңіліп өткені менің ойымша адамдар үйренген сияқты. Ол сияқты қазақтардың түріне. Oh my god, мынаны қараңдар. Мінекей көшеде біреуден сұрай салғам ғой, қай жерден шатырымды қойсам болады, өйткені мен қорқып жүрдім, қай жерге қоятынымды. Мінекей жігіттер, салам алейкум! Мені апарып жатыр. Қаланың арғы шетіндегі бір жер бар. بیا پا تیبل بگیرم فشار تو همیشه همه جا پک و پرم با چشای سرخ چی میخوای چند کیلو فقط اراده کن Мына ормандарды қараңдар. Сендер көре алмайсыңдар ғой. Мына ормандар деген. Осындай жерде жуынып алдық. Орай салонда керемет бұлттар болған соң ыстық емес. Алматының кеш көктемі секілді. Бәлкім сәуірдің соңдары орталығы сондай.
бір байқағаным Иранның мешіттері алтын немен жабдықталған. Тас па, бір металл ма? Жаңағыдай деп. Ассалаумағалейкум. Алтынстан. Я қазақпын. Айта бер. Сол мен жалпы сапаршымын, саяхатшымын. Влог жүргізіп жатқам ғой ютубтан. Иә. Қазақтар үшін келдім Горганға. Иә. Қазауылға бардың ма? А? Қазауылға бардың ма? Қазақ ауыл қаяқта? Алаша. Алаша? Өздеріңіз? Мен ескелдімін. Жо, Алашаның өзі. Байұлының. Байұлы? Біз Ескелді. Кіші жүз ғой. Сен Алматы отырсың ба? Мен жалпы қазір саяхаттамын. Қабиша мақсус қазақ екен айдарым. Қай заман келдіңіз? Қай заман? Горганға ма, Иранға ма? Иранға. Иранға осы қашан болды? Бір аптадай болған шығар. Бір апта бәлкім. Жоқ, капризбен келдім. Машинамен келдім, мен автостоппен жүрмін. Жоқ, бір өзім. Өзіңіз қашан келдіңіз Иранға? Иранға туылған, Иранға біз. Жалпы Қазақстаннан келген соғыста. соғыстың кезі ма? Ашаршылықтан қашпады ма? Жоқ, соғыста осы уақытта Қазақта Иранға келген. Империя кезінде ма, одақ кезінде ма? Оны мен көп жерін білмеймін. Бірақ сол заманда келгені. Қай жылдары болды? Қай жыл деймін? 80-90 жыл. Соғақта қазақтар қашып келді Иранға. Жалпы қазақтар не? Ұмытпаған ба қазақ тілін? Жоқ, ұмытпаған. Мәдениет, бәрі тіл сақталған ба екен? Бірақ қазір қосымшалар ғой енді. Қосымшалар? Фарсиден? Мияқ туылғандар. Сонда да ұмытпаған ғой. Жастар ше қалай? Жастар біле ме екен қазақша? Жастар. Әлде Иранданып бара жатыр ма? Иә, біледі жастар деді. Біледі. Қай жерге барамыз қазір? Қазір Қазауылына келді. Қазақ ауыл деген жер. Кілең қазақтардың тұратын. Жақсы. Сәлемет жүресің менің влогыма. Бүкіл қазақ еліне. Сен жаса кафе. Қазір қазақ ауыл деген жерге барамыз. Горганға келіп тақсолда аудармашы пайда болып тәйтпісіп қор болып аудармашымен Google Translate'пен жүретін едік. Атыңыз кім болады? Фархат. Атасы болған Фархат деген кезінде. Фархат. Алматыдан шықтым. Қашан 46 ма 47 ме екен? Күн бұрын. Жоқ, өзі отыратын үйіміз аяқта. Үйіміз жоқ. Үйім дегенде мен сол жолдан саяхаттауға дүние жүзін айналып дейін. Жұмысыңыз не? Ағылшынша онлайн. Мұғалім. Өзіңіз қиын емес па? Жүресің? Кейде қалай қарағанға байланысты. Bir жағынан қиын болуы мүмкін. Bir жағынан өз ісіңді істеп жүрсең, саған ләззат әкелсе сол ғой. Не істесең? Иранның қазақтарына кездестірдім. Мен Моңғолдың қазағын көрдім. Сөйлесіп, араласып. Қытайдан қазақ қыздар, Өзбекстаннан қазақтар. Енді вот және Ресейдің қазақтарына. Бірақ олар андай. Орта келген. Айдан жүргенсіз. Иә, көшпенді. Басқа ел дегенде Тегеранға бардым. Сабриз, Тегеран и осы Горган. Осы сапарым. Жалпы өмірімде мен Америкада оқығам, жұмыс жасағам. Сосын Никарагуада болдым, Коста-Рикада болдым. Мен ғалым, сосын инженерия. Сондай. Көбінесе алғаным ағылшын болдым. Сосын Таиландта болдым. И Дубайда болдым. Болды мен. Енді Иран менің 12 жерім. Жем орман екен. Бірақ ластап тастаған да қоқыс лақтырып. Сіздерде мусор дейсіздер ма не? Сонда мен сізге айтып түсіндіңіз. Жоқ, қазақша сөйлей беріңіз. Қалай әншейіндегі дейсіз? Қазақша. Мусор орысша ма қазақша ма енді? Орысша. Орысша. Қазақша не болады? Сіздер мусор дейсіздер ма? Жоқ, мусор Біз қоқыс дейміз. Мен қоқыс деймін. Қазақтар мусор дейді. Қазақтар енді негізі не қылды енді? Олар мусор дейді, мен қоқыс деймін. Негізі қазақша қоқыс қой. Қазақша қоқыс дейді. Қоқыс. Айналғанда, иә, айналып жүрген неше болды? Ертең 7 апта болады. Ертең 7-ші апта бітеді. Тебе 49 күн? 49 күн? Вау, 50 күн болды ма не? Бәрі сондай болып келеді. Атақты сапаршылар, қазақша блог жүргізіп арасаңыз болады. Бүкіл сапарымды видеоға түсіріп, интернетке салдым. Сол, иә, ниетім сондай. Жалпы қазір вот Меккеге жол тартып жатырмын. Жақсы ма? 23. Қай жыл болсаңыз? 2001. Мотоциклмен алып бара жатыр. Ал кеттік ал. Иә. Намаздан шығатын адамдар.
осында қазақтар жүрген ма? Сәлем. Қандай қызық, а? Мен прям шок болып жатырмын. Менде кішкене когнитивті диссонанс болып жатыр. Қазақстанда жүрген сияқты кішкене. Андай, әсіресе мусор, магазин деген сияқты сөздерді естіп. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Қазақ? Қазақстаннан келгем. Да? Көрініп тұр, иә, білем. Ау? Қаламай тұрып қуатпады. Иә. Сазбен жабдықталған. Қазақстан туылмаушы бұл кісіні. Осы яқта ма? Болып жатқан той? Иә, иә. Сән бер. Сәлеметсіз. Балақайлар. Так, ал жаңағы ағам айтқандай, бұл жақта той болып жатыр екен. Қай елде екен білмеймін, бірақ. Ауа райы қандай керемет. Уф. Өзбекстан көшелеріне ұқсайды екен кішкене. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, қазағым? Жақсы ма? Жақсы, жақсы. Рахмет. Рахмет, иә. Hoş geldin bunda. Ayakta geldin. Ту Алматтан. Иә. Сіздерде мейрам ба? Мейрам ба? Той ма? Toy. Не болып жатыр? Кім үйленіп жатыр? Үйленіп жатыр ма? Сүндет той ма? Қандай той? Үйlenip otur. Жақсы, жақсы. Kuyov toy. Құтты болсын. Құтты болсын. Мінекей, жақта той. Шешеміз. Сән бер. Ассалаумағалейкум. Жақсы, жақсы. Өздеріңіз қалайсыздар? Ассалаумағалейкум. Hoş geldin. Мінекей. Atalar Şilay'da var. Қайдан келдің? Менің атым Райымбек болады. Мен Қазақстаннан, Алматы қаласынан шықтым. Негізі батыстың қазағымын. Батыстың? Батыстың. Кіші жүз. Алаша. Руым. Өздеріңіз? Мұнда бәрі кіші жүз ғой. Бәрі кіші жүз ба? Иә, осы Иранға бәрі кіші жүз. Адай болады. Адай ма? Мен нағашым адай ғой. Алматы қай жерде? Алматының сол қаласының өзінен. Мінекей осындай. Той құтты болсын айтпақшы. Мәңгілік болсын одақтары жастардың. Жоқ. Мен өзімнің жалынмен жермін. Жалпы қалай өмірлеріңіз? Иранда шектетіп атқан жоқ па? Дискриминация деген сақтаттан. Солай ма? Қалай сен? Қалай сонда? Не қыл дейді? Ештеңе айтпайды, шетелден алмайды дегенде. Үкіметтің жұмысында ешкімге деген орын бермейді. Орын бермейді үкіметтен. Мысалы жұмысқа алған кезде мысалы бір парсы, бір қазақ. Әркім қазаққа алмайды. Да? Сол үшін ба қазақ бір осындай кішкентай қауымда біріккен, жиналған деген сияқты да қызық. Аустик. Жиранға қойыңыз. Мынау не? Қорған күш. Қорған күш. Орған күріш. Бірінші рет көріп тұрмын. Талқаны да көрсетеді. Қара талқаны. Талқан дейді соған. Мынау ма? Сол қуған күріштің талқаны уатылғаны. Жаңағы шекермен уатылған. Десерт жақсы екен. А мынау? Қарға ұқсайды екен мынау.
көріп тұр ғой. Дәмін айтам. Дәмі тарыға ұқсайды екен. Бірақ, ірілеу. Бірақ жалпы тіл жағынан, бір ой сана жағынан, немесе мәдениет жағынан қалай қиыншылықтар бар ма Қазақстанға барғанда әлде? Жоқ қой, қиыншылықтар болғанмен не болғанша. Кішкене сыйыспау деген сияқты. Қайтседе бір жерге барған заңы олар. Иә. Өзінің заңы. Енді қазақтардың елі заңын білмейді. Қазақстанның заңы қандай екенін. Иранның қазақтары ма? Барғанда. Иранның қазақтары заңы білмейді. Иранның заңы ұсақ жүргісі келеді. бұл жерде бір заңдар болмайды, заңдар болады. Ондай бір қайырмасы бар. Заты жоқ, әңгімесі жоқ. Тек бір мәселе әңгімесі тек осы визаны бермей отыр Иранда. Виза керек па не Иранның қазақтарына? Қазақстанға айтуға? Қазақстанға былай жүреді, екі ай жүреді, бір айда жүреді, виза керек. Виза береді тегін. Қазір Барасың ба? Сауалың бар. Onu verirse, şunluk benetetin қазір ше? Тегін виза бере ма қалай? Сонда елшілікке бару керек па әлде? Yerde konsul var. Bu şimdi Горганда ма? konsulda geçirdik, konsuldan ara verelim. Şimdi yakın oldu. Çok insanı şey datı oldu, vize verildi Kazaklar. Çok iyi oldu. Böyle konsullar var, koy olar. Kalmalar, zat var, bana kalmanı olar. Çok iyi oldu. Buna çok yeter var. 14 kun vizasız barым болады Қазақстанға қазір. Да? 14 kun барып. Тек қана 14 күн қазақтарға Иранның паспортымен. Сосын көбірек жүрген десең виза соқтырмайды. Мәссаған. Akşa dökmedi. Akşa dökmedi değil. Ол визаны бермей тұр. Ол визаны қазір бермей тұр. Мәссаған. Сұмдық ай. Жаңағы дәулетнаме деген бір қағаз бар. Сосын барып виза соқтырып, оған да ақша төлеп, 3 ай кетеді. Түсінікті. Тағы бір сұрақ. Мысалы қазақтардың қауымы бар ғой. Қыздардың мысалы қызы мен Ираниге тұрмысқа шығам десе, қалай? Бере ме екен әлде қандай жоқ па? Тек қана өз қауымның ішінде үйлендіре ма жастарды? Сонда тек қана қазаққа тұрмысқа шығуға бола ма? Иә, ол белгілі ғой. Бірақ мысалы қазақтың сыртынан мысалы бір Иран бала келіп қызыңызды алам десе, ондай бермейді? Танитын бір көрші бала болса ше, бірақ ол қазақ емес, Тек қана қазаққа. Жалпы Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін 91 жылы Иранның қазақтары кеткен бе екен? Сол кезде 94'ten бастап кетті. 94-тен бастап кетіп бастады ма? Неше пайыз кеткен екен? Солай ма? Жартысы кетіп қалды ма Қазақстанға келіп? Осы бүкіл Иранның қазақтарының. Түсінікті, бірақ жалпы Иранның қазағы көбейіп жатыр. Тарап атқан жоқ. Жақсы. 5000 қазақ? 5000 қазақ деген аз емес па? Мысалы, тұрмысқа берейін десең, балалы болайын десең. Қауымның негізі, мысалы андай мәселе жоқ па? Жеті атасы бір деген сияқты, жеті атасының біреу бір деген, сонда да мәжбүр үйлендірген деген сияқты. Өйткені басқа адам жоқ деген сияқты. Жоқ па ондай? Қазақстанға барып Кімдегі сезіп атқанымды тіпті сипаттай алмаймын. Өте оғаш. Андай, Қазақстанда болған сияқтымын және бәрі менің тумаластарым, ағайындарым, нағашыларым сияқты. Бірақ былай дегенде танымайтын өтемшілер болды. Бірақ сонда да қазақ болған соң басқаша сезіледі екен. Сол үшін маған қазақ болғандай шынымды айтсам. Мысалы орыс, американ, тағы басқа ұлттар, оларда ондай жоқ қой. Мысалы сен шетелде бір орысты кездестірсең, өзің орыс болсаң, олар бір-біріне бүйтіп қарайды да. Қазақты кездестіргенде кішкене басқаша, бір алыс, тумаласты кездестірген сияқтысың. Қазақ феномен. Бұл аруыңыз кім? Назар Жары Адай. Вау, нағашымды кездестірдім. Мен Иранның қазақтарының тойын көрсетейін ба? Мінекей аяқ киімдер шешу керек екен. Сәндер. Мінекей Иранның қазақтарының тойы. Қыз ұзату ма қандай? Күйеу аттандыру. Күйеу аттандыру. Бірінші рет естіру үшін айтсаңыз. Күйеу кетейін жатыр, келін әкелуге. Соған күйеу аттандыру дейді. Қазақстан. Қазақстанда ондай жоқ па? Жоқ, күйеу аттандыру. Білмеймін, естімеппін. Бәлкім білмейтін шығармын. Күйеу болғаны дұрыс. Солай. Күйеу баланы киіндіру дейді. Қазір келін алып келуге келеді.
Значит. Assalamualaikum. Atın gım. Nasıl işin? Jetay. Jetay. Sonda buldu gende? Buldu gende? Yüklen aşağı. Sıyma. Sonda bul ne? Sonda jürisi sakış gele. Kit. Құдайларға сыйды. Және ақшада. Мынаның ішінде қанша екен? 2 миллион деген банкнот бар ма не? 200 мың. Бажа қыл. Құдаларға кит салайын деп жатыр. Күйеу жағы. Түсінікті. Қалай? Мата қояды, орамал, мысалы. Көйлек, ақша қояды. Дұрыс. Мінекей. Кит ашар деймін. Pizzalar. Pizzalar. Kuyum жіберіп pizza. Құдаларға сыйлық. Жақсы қалайық, мен кеттім. Тойларың құтты болсын, қалталарың мол болсын, жастар бай болсын, тату болсын, мәңгілік білмеймін, жақсылық болсын. Сау болыңыздар. Шай болмады ау, білмеймін, мен қара шай ішемін да. Мейлі. Маған не? Тойдан сақ. Рахмет. Кәмпит керек емес, кәмпит жемеймін. Рахмет. О, бауырсақ. Аман жүр. Жақсы. Кішкене босаңсадым. Шынды айтсам, маған қазақтың тойлары, мейрамдары ұнамайды. Танымайтын адам көп, ауа тымырсық, ұзақ отырағасың бір. Білмеймін, мен үшін мәнсіз дәстүрлерді орындап, жаңағы сыйлық құдаларға, айда жылда бір көретін адамдарға миллион қырған адам келеді, ешқайсың танымайсың. Оған бәрін ақша төгіп, бәрін істеп. Жай бір өзім жүрген жақсы деп. Мен ұққаным. Бұл жерде де той болып жатыр екен. Жігіттер, бұл жерде, ассалаумалейкум. Бұл жерде кафе, ресторан бірдеңе бар ма? Кафе, ресторан бірдеңе, тамақ ішетін. Қазақсыңдар ма? Иә. YouTube, сәлем айтып жібересіңдер ма влогыма? Ал шынды айтсам, өзімдікі деген сезім болған жоқ. Андай өз адамым деген сияқты айдентика дағдарысы осы ғой. Қайда барсаң да сен бөлексің, басқасың. Қазақстанда да, Иранда да, Маңғыстауда да, Алматыда да. Осындай демі көше. Осылай отырмыз далада. Жаңа бір шәкіртпен сөйлестім. Бәлкім ол мен курсыма жазылар ағылшын курсыма жазылыңдар, ешкім демей болады. Бірақ осы отырмын далада, кафеде отыра алмадым, жұмыс істей алмадым, сондықтан далада отырып тамақ іше салайын деп біротала. Осылай отырмыз, тротуарда. Ас болсын. Осындай перловка сорпасы. Ботқадай. Және осындай үрме бұршақпен бір үндіс стилінде тағам. Және күріш. Қайсы деп? Қалайсыңдар жігіттер? Жақсы ма? Оңсыңдар ма? Қазақстан дейді ма? Қазақсыңдар ма? Руларың кімдер? Руларың, ру. Ру деген білмейсіңдер ма? Мысалы менің руым Алаша. Ру. Иә. Неге ат? Қалай? Атста. Атста? Ат. Ат? Ат деген
Ассалаумағалейкум. Руларын білмейді екен? Қыздарыңыз? Кім? Бәли деген қайсы? Кіші жүз бе? Қай жүз ол? Қосай? Кіші жүз бе? Сендер? Қалай? Байбос, сен? Ақбота. Ақбота деген атың ба, руың ба? Руың Ақбота деген ру бар ма не? Ол қай жүз ол? Бәрің кіші жүзсіңдер ма? Ақбота бар, Бәйбіше бар, Емене бар. Емене білемін. Ол бар, Сен емес, Қазақстан. Қазақпын. Сендер ше? Байбос? Сен ше? Яқпа. Сендер ше қыздар? Ақбота бар. Яқпат бәрі. Иә. Влогыма сәлем айтып жіберіңдер. Сәлем де. Жандарым. Жастар нешеде? А? Қазақша білемісіңдер? Футбол ойнап жүр. Жігіттер. Сән бердік апа. Қайсы? Иә, қазақпыз ғой. Мен бә әкешемнің баласымын. Әкешемнің баласымын, Алатағаның баласымын. Алатағаланың баласымын деймін. Иә. Қыздар ақтырман алды. Ой. Сәлем де. Сәлем бердік. Жаман қыз. Патшалаңай, бізге орындық жер берсін, қошпайық та. Иә. Тауғай, біз орындық жер берсін. Орындық, жер, виза, бүгі құжаттық мәселелер бәрі неге үкіметіміз неге ұйымдастырмайды? Мінекей қазақтардың мешіттері Ирандағы. Не екенін білмеймін, бірақ мешітке намаз оқуға барамын ғой. Әр намаз оқыған сайын мен жылайын. Бірақ тек қана мыңнан емес. Бүкіл менің жолым болып жатқан бүкіл жақсы нәрселер үшін де ризалықтан. Осы Алла тағалаға, ғаламатқа, осы бүкіл ғылыми күштерге менің сапарымда маған серіктес болған үшін. Өмір керемет, өзіңнің жүрегің жатқан істі жасаған кезде, жасап жүрген кезде. Біреудің жалған жолымен жүре берсең, білмеймін, қиян онда. Біреу саған таңдап берген сол жолмен кете берсең, инерциямен, сол біреудің ұғымының, біреудің ойының құлы болып, өз ақиқи жолыңда ақиқатыңда таппағанша, таппай, іздемейді тіпті. Қуатқанда, түсінесіңдер ма? Иә. Қазақстан ма? Қашамайсың? Қалай? Жаңа екінші жан бар ғой, жаңа не болды. Екінші дүниежүзілік соғыс па? Иә, соғыс болған. Әлде ашаршылық па? Иә, жаяу қайтты да Қазақстаннан. Қазақстаннан келді. Малмен, малсыз? Малмен, малсыз? Ол мал жоқ. Тартып алған? Кім тартып алған? Осы болды ғой Қазақстанда. Иә, орыстар. Сонда қайтты бұл. Голощёкин. Осы 60 жыл болды шығар. 60 жыл. Қай жылдары келді? Қай жылы білмеймін. Өйткені ашаршылықтың болған жылдары 1930 жылы, 33 жылы. Соңғы ғасыр. Онда дерлік жыл. Дерлік бір ғасыр. 90 жыл болды. 90. Мендер болды Аққала, Түрмен. Түркменбашымен кеткен ба? Түркменстанмен келген ба мында? Иә, осы Дұрыс. Неше адам болып келген? Неше отбасы болып келген? әкелеріміз бәрі сол Қазақстаннан. Ең кіші жүз ба сонда? Тек қана кіші. Қай жақтардан келген? Қазақстанның қай аймақтарынан келген дейді? Жоқ, Қазақстанның өзінде қай жақтарда тұрған дейді? Маңғыстау ма, Атырау ма? Атырау емес пе? Маңғыстау көпшілігі. Менің де нағашы аталарым содан жарығы кезінде сол Түркменстанға Дашоз деген оазис бар, ауыл. Сояққа көшкен. Ашаршылық кезінде сосын кері қайтқан Қазақстанға бірақ олар. Дәдем апасы
Сояқ, Қазақстанда. Көл өзенде. Сонда тумалы Татарының жолында. білеміз бұл. Иә. Сонда бәріңізде осы Горганның қазақтардың ішінде бәріңізде Қазақстанда бір тумаласыңыз бар. Бар. Солай ма? Иә, иә. Тумалас бар. Сіз де қазақсыз ба? Біз түрікмен. Түркменсіз. Сіз түркменсіз кішкене басқаша. Мендерде бар. Мендерде бар. Қайдан келдің сен? Мен Қазақстаннан. Ассалаумағалейкум. Сапта. Мешіттердің өтіріктігінің тағы бір дәлелі маған қуаттап отырмын ғой телефонымда. Енді менде басқа қуаттайтын жер жоқ қой. И айтады да садақат істейтін бол, сосын не өшір ананы дейді, суыр дейді. Болмайды дейді, тек қана оразаның кезінде болады дейді. Прям андай ғой, жалған ғой мынау дейтін бар ғой, мына ғимарат жалпы. Көңілім қалып мешіттерден, моллалардан, әсіресе моллалардан. Ана тюрбандарын киіп алады да керім болып жүреді. I'll try. Yes. Aqui, так. Шынымды айтсам, Горганға қазақтарға келіп, мені ирани халқы, thank you, мені ирани халқы андай қонақ қылып жіберді ғой қазақтарға қарағанда. Жаңағы молланы біліп көрдіңдер. Да, осы дін деген нәрсе религия дейді ғой. Сол адамды бөлетін, соған қарсы мен мысалы бар ғой. Идай солай мысалы ана молла неге менен ақша сұрады, өйткені өз қалтасынан аяды. Сол мешітте тұрады, олардың тұрмысы да сол адамдардың садақасының тұрған соң олар сондай болып кетеді. Маған сол үшін моллалар ұнамайды мешіттегі да. Бірақ менің ойым мысалы да мына жігіттер жаңа екінші жігіт бар, үш жігіт та мысалы ирани халқы маған ыстық су берді шайға да мысалы. Мен су сұраған соң маған андай мұздай су берді да. Жаңағы үшінші бала мен адаптерімді басын қуаттағышымның басын жолатып алған ғой, сатып алайын десем жаңағы үшінші бала маған біріншіден 300 мыңнан 200 мыңға түсірді. И содан кейін мен кішкене жүріп қайтқаннан кейін, кері қайтқаннан кейін ол тағы маған 300 мыңын қайтарып берді. Сондықтан ол 3 есе арзанға сатты маған да мысалы. Мысалы қазақтардан сұрап жүрмін, адаптер бар ма, сатып алайыншы сіздерден кішкене қуаттай тұрсам бол. Жоқ, бізде жоқ анау мынау дейді да. Сондықтан күтпеген жерде көмек келеді. Күткен жерде емес. Мынаны қараңдар, тарағандар. Terrible English. It's okay, man. Осындай кісі мені алып кетті. Yes. Горганмен қоштасу. Келесі кездескенше. Горган. Ал қаралым үшін рахмет, лүпіл басыңыздар. Егер осы видео қызық болса, өйткені әрбір осындай видеоны жасау, монтаж жасау өте үлкен жұмыс. Сондықтан донат жіберіңіздер Каспийме. Киза, Нусангүл, өте көп рахмет сіздерге, Алла разы болсын. Сіздермен Райымбек болды. Келесі кездескенше.